Ассалаумағалейкум, сіздермен Батыравто, сіздермен мен Жеңіс Тұрлыбай. Бүгін бізде Камриді бас озатын, санатамен тайталысатын Kia K5 обзорда. Ендеше кеттік. Автокөлік кореялық, жалпы санатаның егізі десек те болады. Екеуі N3 атты платформада құралған автокөлік. Жалпы Kia K5 қазіргі таңда біздің елімізде сатылымда жоқ, десе де кәріс елінен тікелей тапсырыс беріп, қазіргі таңда елімізде айдап жүргендер жетерлік. Жалпы автокөліктің дизайнына келсек, агрессивный решеткалар, аэродинамикалық элементтер, ол жай ғана адамның көз бояушылық, бірақ десе де автокөліктің көркін ашып тұрған бірде-бір элементтердің бірі. Мәшинеміз алдыңғы буынға қарағанда айтарлықтай ұзарған, жолаушыларға орын өте жетерлік автокөлікте. Автокөліктің жарық шамдарына келсек, алдыңғы LED-пен әрленген диодтар, және де артқы шамдары тағы да диодпен. Жалпы автокөліктің артқы екіленген мұржасы жай ғана сән үшін қойылған нәрсе. Жалпы автокөліктің агрессивный бамперлары көркін ашады. N3 платформасында орналасқан Kia K5-іміз Camry тұрмақ Skoda Superb'тен ұзын. Жалпы автокөліктің жүксалғышына келсек, жүксалғышы өте кең, екі қойды лақтырып жіберіп жайыңызға кете берсеңіз болады. Нақтырақ айтсақ, автокөліктің артыңғы жүксалғышы 450 литрға жуық. Автокөліктің капотының астына зер салсақ, бұл жерде 1.6 турбо үдеткішті GDI мотор тұр. Жалпы 181 аттың күші бар. Автокөлік Camry 2.5 тұрмақ 3.5-мен трассаға тайталысуға дайын. Автокөлікке жалпы қазір елімізге мүлдем танымал емес мотор, бірақ жақында бұндай Kia K5-тер біздің елімізде қаптайды, сондықтан затты шағын ойымдамай қойсаңыздар болады. Мінекей көптен күткен тізгінімізге де келіп отырдық. Жалпы автокөліктің салоны айтарлықтай үлкен. Мынандай эко былғармен қапталған өте ыңғайлы рөл, мынандай пәрмендерімен өте түсінікті түймелер. Жалпы автокөліктің климаты бәрі сенсормен жасайды. Тіпті мынандай ішкі жарық шамдары да сенсормен, таңғаларлық. Достар, тоқтаңыздар, бізде хабарлама. Дәл осы біздің Батыравто каналының көрермендерінің ішінен осы 24 сағат ішінде 5000 теңге ойнатылатын болады. Ол үшін не керек? Біріншіден біздің каналға жазылыңыздар, екіншіден қоңырауша мен комментарий, үшіншіден біздің осы видеомыздың астына лайк бассаңыз, көп комментарий қалдырған адамның жеңіске мүмкіншілік көп болады. Сондықтан сіздерді күтетін боламыз. Біз жеңімпазды инста парақшамызда өзіміздің жариялайтын боламыз. Баршаңызға сәттілік. Ендеше асығыңыздар, достар. Мінекей біздің USB портымыз мынандай кішкентай ұяшықта орналасқан. Кілт, тағы да басқа заттарын салып қойсаңыз өте ыңғайлы. Автокөліктің рөл пәрменінде жалпы бұл жерде климат контроліміз, мынандай қосу алу жапырақтарымыз, және де мынандай әдемі үлкен монитор. Бәрі түсінікті, бәрі шапшаң мониторымызда. Қазіргі таңда біздің елімізде бұл монитордың GPS-і Қазақстанда жұмыс істемейді, бірақ алдыңғы Қазақстанда құралатын буындарында ол істейді деген сенімдеміз. Және де бізде климат блогы, бәрі сенсорда, бәрі ыңғайлы, бәрі түсінікті. Біздің қорап пәрменіміз мынандай шайбада. Жалпы біздің елімізде бұндай автокөліктер өте аз, бірақ жақсы нәрсеге тез үйренесің. Ары қарай бізде тұрақты ручник автоматты түрде алынып қосылады, және де вентиляция сидений, жалпы орындықты суытып жылытатын, және де драйв мод, бұл жерде рөлімізді жылытады, және де автокөліктің спорт немесе комфорт режиміне қоя аласыз. Автокөлігімізде дәл қазіргі біздің отырған комплектацияда, дәл қазіргі біздің құйрығымыздың астындағы Kia K5-те жалпы жиынтығы соңғы буынның алдындағысы. Бұл комплектацияға жалпы мынандай панорама кіреді, әдемі, жалпы бәрі жылдам. Осындай әдемі бір кнопканы баса салсаңыз, бүкіл панорамыз ашылады. Автокөлігіміздің есігі айтарлықтай үлкен, менделердің дәл тұтқаға қол жетпейді, сондықтан дәл мына құлақшаны кәрістер ойлап тапты. Тартқанға өте ыңғайлы. Ұзартылған платформаның арқасында
Kia K5-имізде арттағы жолаушыларға орын өте көп. Мінекей алдағы жолаушы мен арттағы жолаушының ортасында айтарлықтай арақашықтық ұзын. Арттағы жолаушыларға бізде 12 вольттық адаптер пәрменімен USB порт және де дәл осындай ыңғайлы былғары орындық, құйрыққа өте ыңғайлы, мінекей комфортты жазған. Автокөліктің дыбыс изоляциясына келетін болсақ, жалпы автокөліктің іші өте тыныш, камрилар сияқты салдырлақ емес, бірақ сонда да кәріс елінде құралған дәл осында Kia K5-теріміздің терезесі екіленген, тамаша, ішіне дыбыс мүлдем естілмейді, жолаушылар өзін айтарлықтай комфортын сезінеді. Мінекей қараңыздаршы, қандай тамаша. Дәл осы автокөлік қала ішінде көп автокөліктердің ішінен өзі бөлектеніп тұрады, өйткені автокөліктің дизайны айтарлықтай әдемі. Жалпы автокөлік өз бағасына тұрарлық па деген сұраққа мен айтарым, иә, автокөлік тұрарлық. Жалпы Kia K5-ті маған сіз алатын ем. Баршаңызға рахмет тамашалағандарыңыз үшін. Сіздермен болған мен Жеңіс Тұрлыбай. Біздің каналға жазылыңыздар. Баршаңызға сәттілік.